кеш, құрметті көрермендер, қала қонақтары, эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Жансая Ғалымжанқызы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қоғамдық кеңестің мүшелері жылды қорытындылады. Қалада пәтер ұрлығы өршіп тұр. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссиясының отырысы өтті. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөнінде жиын ұйымдастырылды. Қолдан жасалған сәндік бұйымдар жәрмеңкесі өтті. Қалалық әкімдіктің мәжіліс залында қоғамдық кеңестің жылды қорытындылаған жиыны өтіп, күн тәртібінде 2 сұрақ талқыға салынды. Сатпаев қаласы қоғамдық кеңестің кезекті жиынында күн тәртібіндегі 2 сұрақ, яғни қала тұрғындарына коммуналдық қызмет көрсетудің сапасы және қоғамдық кеңестің 2016 жылда атқарған жұмыс қорытындылары талқыланып, баяндамалар оқылды. Аталмыш жиынды кеңестің төрағасы Марал Мадиева ашып жүргізді. Құрметті әріптестер, бүгін біз Сатпаев қаласының қоғамдық кеңесінің отырысын бастаймыз. Бүгін біздің осы жыл аяғында, осы жылдың соңғы отырысы, күн тәртібінде 2 сұрақ. Оның алдында айтып кететінім, бүгінгі біздің осы отырысымызға қала әкімі Ыдырысов Асқар Аблайұлы, қалалық мәслихат хатшысы Хмелярчук Татьяна Ивановна, қала әкімінің орынбасарлары, бөлім басшылары, осы үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, аймақтық кеңестердің төрағалары, сонымен қатар коммуналдық сұрақтар бойынша мекеме басшылары қатысуда. Күн тәртібіндегі алғашқы сұрақ бойынша өз баяндамасын оқыған тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Досбол Мейірбек қала тұрғындарына коммуналдық қызмет көрсетудің сапасы бойынша ақпаратын ұсынды. Ол өз баяндамасында халыққа ұсынылатын коммуналдық қызметтерді егжей-тегжейлі айтып берді. Ең бастысы бұл уақытылы және сапалы қызмет ұсыну басты міндет екенін тілге тиек етті. Аталмыш сұрақ төңірегінде қала тұрғындары тарапынан келіп түсіп жататын арыз-шағымдар жайлы сұрақтар қойылды. Тұрғындар тарапынан туындайтын сауалдардың бірі қардан уақытылы тазармайтын автокөлік жолдарына қатысты болып жатса, бірі тұрғын үйлердің дәліздерінде орналасқан электрлі щиттердің ашық-шашық жататыны. Тұрғындарды алаңдататын тағы бір сауал тұрғын үйлердің төбелерінің уақытылы қардан тазаланбауы сынды сұрақтарға тұшымды жауаптар айтылып, бұл олқылықтардың орны жабылатыны да тілге тиек етілді. Одан әрі кеңестің жиыны жалғасып, 2-ші сұрақ бойынша қоғамдық кеңестің төрағасы Марал Сағынайқызы 2016 жылы кеңестің атқарған жұмысына кеңінен тоқталып өтті. Біздің қоғамдық кеңестің мүшелері арасында 2 мемлекеттік қызметкер, 3 қаланың құрметті азаматтары бар. Қоғамдық кеңес жанынан экономикалық жағдайды реттейтін және әлеуметтік сұрақтарды қадағалау бойынша 2 комиссия құрылған болатын. Келіп түскен барлық сауалдарға барлығымыз жұмыла жұмыс жасаймыз. Ол үшін әрине кеңес мүшелеріне алғысымды білдіремін. Жыл басынан бері тұрғындар тарапынан туындаған жер мәселесіне, қоғамдық тәртіп бойынша және бірнеше сұрақтар бойынша 17 жиын өткізілді. Одан өзге электр жарығын үнемдеуге қатысты сұрақтар бойынша нақты нүктесін қоймасақ та, қала тұрғындарына заң аясында өз таңдауларын жасауға жан-жақты түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Осылайша 2 сұрақты қамтыған жиын соңында сөз алған қала басшысы Асқар Аблайұлы қоғамдық кеңестің атқарған жылдық жұмысына оң бағасын беріп, әрі қарай осындай бақытты жұмыс істеуге және де өмір сүрудің барлық қойылған міндеттерін алдағы 2017 жылда жақсы жағынан орындай беретіндеріне сенімін білдіріп, жиынды аяқтады. Сатпаев қалалық ішкі істер бөлімі мамандарының айтуынша ағымдағы жылдың 11 айының қорытындысы бойынша пәтер ұрлығы мен өзгенің мүлкін тонау фактісі былтырғы жылмен салыстырғанда өршіп отырғандығын алға тартты. Тақырыпты әріптесім Алтынгүл Мәшкенқызы толықтырады. Қаламызда ауыр және аса ауыр қылмыстар саны төмендегенмен есесіне ұрлық, тонау азаймай тұрғандығын айтқан криминалды полиция бөлімінің басшысы Болат Амангелдіұлы былтырғы жылы 98 пәтер ұрлығы тіркелсе, биылғы жылы 103 пәтер ұрлығы тіркелгендігін тілге тиек етті. Аталған фактілердің нәтижесінде келген шығындардың көлемі 10 миллионнан асып отыр. Бүгінгі таңда пәтер тонаушылардың пәтерге ену тәсілдері де жыл санап заманауи сипат алып бара жатқан алға тартқан құқық қорғау қызметкерлері бір кездері терезе немесе балкон арқылы, кейде тіпті есікті бұзып кіріп жүрген ұрылар қазір құлыпқа сәйкес кілт тауып ішке енуді әдетке айналдырған. Сонымен қатар бірінші қабаттардағы пластикалық терезелеріне темір тордың салынбауы да әккі ұрыларға таптырмас мүмкіндік болып отырғандығын алға тартты. Города Сатпаев проведен мониторинг совершенных квартирных краж и краж автомототранспорта
Зачетный период было зарегистрировано. Қалалық ішкі істер бөлімі бүгінгі таңда пәтер ұрлығы мен автокөлік тонау, ұрлау фактісіне мониторинг жасаған болатын. Нәтижесінде ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша 103 пәтер ұрлығы, 6 көлікті тонау фактісі тіркелді. Дегенмен біздің тараптан алдын алу жұмыстары жүргізіліп отыр. Алайда қылмыскерлерді дер кезінде табу оңайға түсіп отқан жоқ. Сондықтан да тұрғындар өз мүліктеріне немқұрайлы қарамай қадағалау жұмыстарын жүргізсе дейміз. Тәртіп сақшыларының айтуынша, осындай пәтер ұрлығымен айналысып жүрген 3 топ бүгінде құрықталып, соттың шешімі бойынша бас бостандықтарынан айырылған. Алайда мұнымен ұрылар қатары азаймай отыр. Шынында да пәтер ұрлығы қоғамымыздың әлеуметтік ауруына айналды. Бүгінде аталмыш ұрлықтың алдын кесуде қалалық ішкі істер бөлімі тұрғындарға бейнебақылау орнатумен айналысатын Қасым Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесіп жұмыс жасауға шақыруда. Аталмыш серіктестік Астана қаласында өз жұмыстарын бастап 25 үйге тұрғындардың сұрауы бойынша бейнебақылау орнатқан. Нәтижесінде бас қалада пәтер ұрлығының азаюына өзіндік септіктерін тигізген. Ендігі жерде қала тұрғындарының келісімімен біздің қалада да бейнебақылаулар тұрғын үйлердің дәліздеріне орнатылатын болса, жоғарыда өршіп отырған фактінің әлдеқайда азаятынына серіктестік басшысы да үміт артуда. Бейнебақылау орнату үшін бар болғаны пәтер тұрғындары ай сайын 250 теңге төлеп тұрса болғаны дейді Қасым Групп серіктестігінің басшысы Нұрлан Кішкентаев. Сатпаев қаласының тұрғындары біздің бастап жатқан программамыз қауіпсіз қала деп аталады. Қауіпсіз қала, яғни біз Сатпаев қаласында ұрлық, зорлық, зомбылық және де мынау террорлық көзімізге сүйел болған соның алдын алу шаралары бойынша біз тұрғындардың пәтерінің ішкі кіреберісіне кірген кезде бұрышта тұрады камерамыз. Сандық камера дейді, цифровой сандық камера бұрышта тұрады. Астынан кірген адам және үстінен түскен адамды түсіріп тұрады объективке. Камера орнатпақ, бұл және де далаға, автотұраққа бір камера. Әр подъезде болады. Бұл камералар біздің өзіміздің қаражатымызға қойылады, ол камераның барлығы. Біз осы ішкі істер басқармасының мен бірлесіп осындай көлік ұрлау, пәтер тонау, тағы да басқа қылмыстар болмас үшін бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Сатпаев қаласының төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссиясының отырысы өтті. Толығырақ келесі бейнесюжеттен. Сатпаев қаласының төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссияның отырысында 3 сұрақ талқыға салынды. Аталмыш жиында қала әкімінің орынбасары Болатбек Жақсыбаев ашып жүргізіп, күн тәртібімен таныстырып өтті. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссияның отырысына жиналып отырмыз. Осы отырысқа комиссия мүшелері және азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар қызметтерінің мемлекеттік мекеме, ұйым, кәсіпорындар басшылары қатысып отыр. Күн тәртібінде бүгін 3 сұрақты қарастырамыз. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша 2016 жылдың қалалық комиссия жұмысын және 2017 жылға қойылған міндеттерді қорытындылау. Азаматтық қорғау мәселелері бойынша Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментімен кешенді тексеруге дайындық және эвако қабылдау комиссиясының 2016 жылғы жұмысы мен 2017 жылға қойылған міндеттерін қорытындылау болды. Алғашқы 2 сұрақ бойынша төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Ербол Байғазиев баяндамасын жасаса, күн тәртібіндегі 3-ші сұрақ бойынша Сатпаев қаласы әкім аппараты, мемлекеттік мекемесі төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс бойынша бас инспекторы Ғани Қасымов жан-жақты ақпаратын берді. Жыл басынан бері қала аумағында табиғатты және техногендік сипаттағы 2 жағдай тіркеліп, 6 адам зардап шексе, 3 адам қаза тапқан. Техникалық жағдайларды бақылау мақсатында 5 тексеру жұмыс жүргізілсе, жыл басынан бері қала аумағында болған біршама өрт жағдайы да тіркелген. 16 жылы Сатпаев қаласының аумағында 2 төтенше жағдайлар тіркелді. Төтенше жағдайлар салдарынан 6 адам зардап шегіп, оның ішінде 3 адам қайтыс болып, 3 адам жарақат алды. Төтенше жағдайларды жақсарту мақсатында Сатпаев қаласының аумағында көптеген шаралар жүргізіліп отыр. Оның ішінде азаматтық қорғау саласында эвакуациялық қабылдау комиссиясының 3 отырысы өтті. Төтенше жағдайларды алдын алу және жою комиссиясының 8 отырысы өтті. Сонымен қатар
Жылдық қорытынды жасаған төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы сонымен қатар шешімін таппай отырған мәселелі сұрақтарын да алға тартты. Азаматтық қорғаныс мүлкінің сақтау мерзімі, барлық рұқсат етілген жабдықтау нормалары жеткіліксіз, өрт сөндіру, авариялық құтқару қызметінің болмауы, жедел автомобиль техникасы және басқа да көптеген мәселелер жайын атап кетті. Жиын барысында ИВОК қабылдау комиссиясының 2016 жылғы жұмысы мен 2017 жылға қойылған міндеттерін қорытындылау сұрағы да жан-жақты талқыланып, оңды шешімі шығарылды. Алдағы жылы бұл жұмыс тиісінше өз міндеттерін жалғастырып, Сәтбаев қаласында орын алатын оқыс жағдайлардың ғана емес, сонымен қатар қаламызға жақын жатқан елді мекендердегі төтенше жағдайлардың алдын алуға да жұмылдырылмақ. Өткен аптада жастар ресурстық орталығында қала жастарының қатысуымен сыбайлас жемқорлықпен күрес жөнінде жиын өтті. Жиында қаралған мәселелер мен сұрақтар жайында толық ақпарат келесі бейнематериалдан. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы дөңгелек үстелді Сәтбаев қаласы жастар ресурстық орталығының директоры Нұрболат Күлбай ашып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі ретінде белгіленгенін, осыған орай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізу өз құзыреті шеңберінде барлық мемлекеттік органдардың, азаматтық қоғам институттардың, ұйымдардың және жеке тұлғалардың қызметі және парызы екендігін жеткізді. Аталмыш шараға Жезқазған аймағы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасы жедел бөлімінің офицері Айдос Серікбай мен осы басқарманың аса маңызды істері жөніндегі офицері Медет Газалиев және қала жастары қатысты. Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті сұрақтардың бірі болып табылады. Яғни шара барысында сөз алған Медет Мылтықбайұлы сыбайлас жемқорлық мемлекеттік жүйенің барлығын бұзып, мемлекеттік билік беделінің және мемлекеттік қызмет абыройының құлдырауына ықпал ететіндігін жеткізді. Сыбайлас жемқорлық тек парамен ғана шектелмейді. Бұл жолдағы күресті алдымен сыбайластың өзінен бастау керек. Сыбайластың тамырына балта шабылса, жемқорлықтың да жолы кесілері анық. Сыбайлас жемқорлықтың өршуіне алдымен жерлестік, тамыр таныстық байланыстар оң ықпал етеді. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттырудың маңызы зор екендігі де айтылды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2025 жылдарға арналған стратегиялық бағдарламасы негізінде бекітілген жоспар бойынша тиісті жұмыстар атқарылып жатқандығында қатысушы қонақтар тілге тиек етті. Білім бөлімінің басшысы Шынар Қаппасовна, Жаңасылова Шынар Қаппасовна біздің органмен құрықталған. Ол яғни жаңағы өзінің бөлімінде жұмыс істеген уақытында осындай Сыбайлас жемқорлықпен айналысып, бірнеше жаңағы біз арқылы құрықталған кезде 4 статья болды, одан кейін ол өзгеріп, жаңағыдай 2 статьямен жаңағы пара алу статьясымен жаңағыдай сотқа жаңағы біз тарапымыздан ұсталып, сотқа жіберіліп, жаңағы іс 2 миллион штраф алды. Және өз қызметінен босатылды. Екіншіден бұл қызметке мемлекеттік органға ешқашан тұра алмайды. Яғни осындай бір мысал келтіруге болады. Сонымен қатар жиынға қатысушылар сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламасының жобасы сыбайлас жемқорлықты туғызатын себеп пен жағдайды жоюға бағытталғанын жеткізіп, мемлекет пен барлық қоғамдық ұйымдардың күш-жігерін осы бағытқа қарай жұмылдыру керектігін алдыға тартты. Бұдан бөлек басқосуда барлық қатысушылар тақырыпқа байланысты өз пікірлерін ортаға салып, еліміздің осы жолда қол жеткізген жетістіктерін тілге тиек етті. Қаламыздағы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен қолдан жасалған сәндік бұйымдар жәрмеңкесі ұйымдастырылып, қала тұрғындарына мерекелік көңіл-күй сыйланды. Өзіне керектігін тапқан қала тұрғындары жаңа жылдық мереке алдында жақындарына осы тамаша бұйымдарды сыйға тартпақ.
Қаламыздағы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жаңа жылдық мереке қарсаңында спорттық сауықтыру орталығының мұз сарайында қолдан жасалған сәндік бұйымдар жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңкенің ұйымдастырылудағы мақсаты қолөнер иелерінің қолдан жасалған туындыларын сатылымға шығара отырып, қала тұрғындарына мерекелік көңіл күй сыйлау болып табылды. Жәрмеңкеге қатысуға үміт білдірген 10 кәсіпкер, оның ішінде қолөнер шеберлері мен зергерлер және еріктілер өздерінің қолдан жасаған сәнді бұйымдарын, тәтті тағамдарын, тоқыма жұмыстарын ұсынды. Жалпы дәмі тіл үйірер тәтті тағамдар, киім-кешек пен қолдан жасалған кәдесыйлар, қолөнер мен әшекей бұйымдары нарықтағыдан төмен бағада сатылды. Тіпті ісмер келіншектер жаңа жылдық ойыншықтарды түрлі сәндік бұйымдармен әшекейлеп тіккен. Ең бастысы талғамы жоғары жандарға керекті ерекше дүниелердің барлығы осы жәрмеңкеден табылды. Оннан астам кәсіпкер қатысқан шараға келушілердің отандық өнімдерінің көптігі таңғалдырды. Жезқазған және Сатпаев қалаларының жеке кәсіпкерлері қатысқан осындай жәрмеңке алдағы уақытта түрлі мереке қарсаңында өткізілетін болады, дейді ұйымдастырушылар тарапы. Бүгін Сатпаев қаласында жастар орталығы ресурсының ұйымдастыруымен бірінші рет жәрмеңке болып жатыр. Мен өзім бұйымдарымды Жезқазған қаласынан алып келіп отырмын. Осындай жәрмеңке бола берсін, халықтар көп жиналсын деген ниетімді білдіргім келеді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Алдағы райы мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтар. Жағымды жаңалықпен жолыққанша аман сау болыңыздар.